Өткен сабақтарда мәтіндік құжаттарға сілтеме қою керектігін, сілтемелер мен гиперсілтемелер қою тәсілдерін үйрендік. Енді авторлық құқық пен плагиат ұғымдарымен танысатын боламыз. Барлық туындылардың, яғни кітаптар, өнер шығармалар, музыкалық композициялар, суреттер мен ескерткіштер, тағы басқа туындылардың авторлары болады. Тіпті ежелгі суреттер мен қолөнер туындыларының да өз авторлары бар. Әр туындыны әр адам өз идеясымен ойластырып, өз шығармашылығымен жасайды, немесе жазады. Сондықтан әр туынды құнды деп саналып, авторлары көрсетілетін болған. Әр автордың туындысы бағаланып, бағаланған туындылар қолданысқа енгізіле басталғаннан кейін плагиат пен авторлық ұғымы пайда болды. Плагиат деген не? Плагиат басқа адамның өнер туындыларын, ғылыми еңбектерін, техникалық шешімдерін, өнер табыстарын, немесе оның бір бөлігін заңсыз қолдану, иемдену. Сондықтан қандай да бір ақпараттарды пайдаланғанда, мысалы кітаптардан, интернеттен, мәтіндер мен суреттерді алатын болсақ, алған ақпарат парақшаларына және әдебиеттерге сілтеме қойып, автордың атын міндетті түрде көрсетіп отыруымыз керек. Авторлық құқық деген не? Авторлық құқық адамның өзі жасаған әдеби шығармаларға, компьютерлік программаларға, сәулет туындылары мен музыкалық шығармаларға, ақпараттары мен ғылыми еңбектеріне, тағы басқаларына берілетін құқығы. Авторлық құқықпен қорғалатын ғылыми жұмыстарды, әдебиет және өнер туындыларын авторлар мен құқық иелерінің рұқсатынсыз пайдалану авторлық құқықтың бұзылуы болып табылады. Авторлық құқық бұзушылықтың ең көп тараған түрлері плагиат, өзгенің туындысына авторлық құқықты заңсыз иелену; контрафакция, өзгенің туындысын автордың есімін сақтай отырып заңсыз қолдану. Осы құқық бұзушылықтар автордың мүліктік емес және мүліктік құқықтарына қол сұғушылық болып табылады. Қазақстан Республикасы заңнамасы авторлар мен басқа да құқық иеленушілеріне өз құқықтарын қорғаудың әртүрлі әдістерін ұсынады. Қорғаныс әдістері заңнамамен қарастырылған құралдар, олардың көмегімен құқық бұзушылыққа жол бермеу, алдын алу, жоюға, оны қалпына келтіру мен құқық бұзушылықтан келген шығынды өтеуге қол жеткізуге болады. Сондықтан да автордың рұқсатынсыз ешбір ақпараттарды қолдануға, таратуға, интернет желісіне жариялауға болмайды. Кейде кітаптардың көшірмесі, дискілер мен программалардың көшірмесі заңсыз түрде басылып, сатылымға да шығып кетуі кездеседі. Мұндай жағдайда көшірмесін жасаған адамдар да, сатқан адамдар да заңмен жазаланады. Авторлық құқықтың екі түрі бар: жеке құқық, мүліктік құқық. Жеке құқық автордан өзге ешбір адамға берілмейді. Жеке автор құқығы туындыны қайта басып шығару, туындыны әртүрлі әдістермен тарату, эфирде жариялау, туынды авторы деп танылу, туындыны аудару құқығы бар.